Интернет білім мен ақпаратқа есік ашатын алып платформа. Бір сәтте әлемдік кітапханаларда ақтаруға түрлі пікір мен тәжірибе иелерін тыңдауға мүмкіндік бар. Алайда тиынның екі беті болатыны секілді ғаламтордың да бізден сақтануды талап ететін тұстары жоқ емес. Атап айтқанда, бұл кеңістік шынайы діни ұстаздың орнына жүре алмайды. Өйткені рухани мәселеде терең білім, жауапкершілік, дін ілімін меңгеру, діни құқықты білу секілді талаптар бар. Онлайн ортада кім көрінгеннің пікірін дін деп қабылдау адасуға, жалған уағызға еріп кетуге, қоғамда түсінбеушілік тудыруға алып келеді. Сол себепті сенімге қатысты сұрақтарда тек ресми діни мекемелерге, беделді имамдар мен кәсіби ислам танушыларға жүгінген дұрыс. Интернет пайдалы құрал, бірақ рухани тәрбие, діни білім мен дұрыс бағытты тек сенімді ұстаз бере алады. Сондықтан ақылды адам ақпаратты сүзгіден өткізіп, қайнар көзін тексеріп, саналы таңдау жасайды.